Ассаламуалейкум достар, наконец-то бой жайлы видео шығады деп өздерің күткен шығарсыңдар. Наконец-то видео бой жайлы болады. Менің аудиториям енді бой жайлы болғандықтан сіздерге бой жайлы видео түсіргім келіп отыр. Өйткені соңғы кезде видео шықпай кетті, 4 күн болды видео шықпағанына. Сіздерге бір уақытым болып тұрған кезде сіздерге бір видео түсіргімге желание ашылып кетті. Короче, лайк басыңдар, максимально подписаться етіңдер, комментарий астына қолдап кетіңдер. Сіздерге бір причина айтайын, біздің бойымыз неге өспейтінін. Өйткені біз малоподвижный өмір сүреміз. Мысалы, малоподвижность деген ол не? Малоподвижность деген ол, мысалы біз просто так үйде жата береміз, ойын ойнай береміз, далаға шықпаймыз. Ешқандай былай айтқанда қимыл іс-әрекет жоқ та, просто так үйде жата береміз. Просто далаға шығудың өзін білмейміз, спортпен айналысу, оның барлығын вообще білмейміз, Просто үйден колледжге дейін барамыз, колледжден үйге қайту, и все. Одан кейін вообще дым істемеу. Вот содан адамның бойы өспейді. Ол бірінші причина. Біздің екінші причинамыз өйткені бізде былай айтқанда гормон роста деген бар. Мысалы біздің атамыз бар, әке-шешеміздің бойынан, олардың гендері арқылы біздің бойымыздың өзінің септігін тигізуі мүмкін. Мысалы ата-анасы бұрын 190 болса, мамасы 190 болса, оның баласы по-любому өсуі мүмкін да, өйткені гормон роста деген нәрсе бар да. Оған да влиять етеді. Мысалы біреуде мысалы ата-анасы ұзын болмауы мүмкін, біреудің ата-анасы мысалы максимум 170 болуы мүмкін, 165 болуы мүмкін. Вот әртүрлі да. Ондай кезде адам іс-әрекет жасау керек. Біреулерге Аллах тағала бой береді да. Мысалы просто так бой бере салады, мысалы 192 метр бере салады. Біреулерге бойды кішірейтіп береді да. Мысалы біреуге 150 береді, 155 береді. Не үшін? Өйткені Аллах тағала сол адам сол өзінің комплексімен күресу үшін, өзін тырысу үшін, мықты болуға тырысу үшін Аллах тағала сондай оларға сондай сынақ береді. Сіздер ойламаңдар қазір. Мен қазір бойым 160, 170, все, мен одан кейін уже өспеймін дегендей. Аллах тағала саған сынақ беріп тұр да, осындай бой беріп тұр. Сен еңбек етесің бе, еңбек етпейсің бе, ол сенің қолында да. Сондықтан бірінші әрекет ету керек, менің ойымша. Үшінші причина бой өспеудің. Өйткені мысалы біз қарап отырсақ, жаттығулар жасаймыз да, бірақ техникаға мән бермейміз. Мысалы өтірік жасаймыз да. Біз максимально созуға тырысу керекпіз. Мысалы растяжка кезінде, мысалы мен айтып отырмын, 30 секунд, 40 секунд. Сендер одан сайын көп созуға тырысыңдар, мысалы 50-60 секунд, сонда эффекті одан сайын көбірек болады. Сосын әртүрлі разнообразие көрген дұрыс деп ойлаймын. Мысалы біз аяққа растяжка жасаймыз ғой. Одан кейін белге де жасау керек. Сосын мен мойынға да жасаған дұрыс, өйткені сен бойын өсу үшін не только аяқ керек, бел керек. Мойынды да шамалы созуға тырысу керек. Мысалы қарап отырсақ, аяқты әртүрлі нелер бар ғой. Соның барлығын созуға тырысу керек деп ойлаймын. Бір аяқта қатып қалып керек емес, мысалы аяққа ғана растяжка жасап, тағы да өздеріне мысалы қосып алуға болады, мысалы мойынды қосып алуға болады. Мойынға жаттығулар бар шығар, может интернеттен іздеп көріңдер. Іздеген адам табады, еңбектенген барлығына жетеді. Төртінші причина ол біздің мысалы қарап отырсақ, мен көп видеоларында өздерің көріп отырсыңдар, воздержание туралы айта берем. Не үшін айтып жатырмын оны? Өйткені біздің қазіргі жастар анонизмге прям тәуелді болып қалғанда, мен сол жаңағыдай тәуелділіктен біздің қазақтар шығарғым келді да. Мысалы воздержание ұстаған кезде бізде просто бүкіл іске қосылады ше, мысалы бүкіл дененің барлығы іске қосылады. Ал анонизм, мысалы воздержание ұстамасақ, анонизммен айналыссақ, мысалы бізде не барлығы іске қосылмай өлік сияқты болып тұрады ше, шаршап дене біртүрлі болып тұрады. Ал біз воздержание ұстасақ, барлығы іске қосылады. Гормон роста, тестостерон, мысалы қыздарда әртүрлі гормондар бар шығар, оның барлығы қосылады. Сондықтан сіздерге воздержание ұстауға кеңес беремін. Ол ұялы сөздің ұяттығы жоқ. Шындықты бетке айтқан дұрыс деп ойлаймын. Мен бұрын ойланып жүргенмін, айтамын ба, айтпаймын ба деп. Бірақ мен сендерге айтайын, менің бойым воздержание ұстағаннан кейін өте жақсы өсе бастады. Құдайға шүкір дегім келеді, әрине. Сендер де өздерің тексеріп көріңдер, воздержание ұстаңдар, әрекет етіңдер, сеніңдер, сосын андай немқұрайлы қарамаңдар да, серьезно қараңдар кәдімгідей. Потом результаттарым болып жатса жазып кетіңдер обязательно. Маған уже біраз адамдар жазып жатыр, результат бар, от души рахмет деп. Саған көмектескеніме қуаныштымын. Әрі қарай еңбек ете бер, талпын, скоро 10 сантиметр басасың, соған сен Аллах тағала саған сынақ беріп тұр, сен сол сынақтан өтуге тиіссің. Видео ұнады деген ойдамын. Полезный видео болды деп ойлаймын. Давайте максимально лайк жинап тастайық. Аллаға шүкір, қазір каналда 226 подписчик, давайте 250-ге де апарып тастайық.
Кеше ғана 20 подписчикке қуанып жүрген бала 250 подписчикке жетсе,